сәлеметсіздер ме балалар, бүгін біз ықтималдықтың классикалық анықтамасы статистикалық ықтималдық тақырыбының ат деңгейлі есептерін қарастыратын боламыз. Ал ендеше бірінші есептен бастайық. Ең бірінші бізде 31-де бірінші есеп, ойын сүйек лақтырған кезде 1-ден 6-ға дейінгі сандар түседі. Төмендегі оқиғалардың ықтималдықтарын табу қажет. Ең бірінші жағдай бізде екі санның түсуін ықтималдығын табу қажет. Екі санның түсуі бізде ойын сүйегінде бізде екі санның біреу ғана болады. Сондықтан бізде барлық жағдай 6 санға дейінгі болғаннан кейін 6 барлық жағдай және керекті жағдай бізде біреу болады. Себебі бізде екі санның біреу ғана ойын сүйегінде. Сонда біз бұны формулаға салатын болсақ, p тең m бөлінген n, бұл жердегі n тең бізде 6, ал m тең 1 болғандықтан 6-дан 1 болады. Сонда екі санның түсу ықтималдығы 6-дан 1-ге тең. Келесі дәл осындай шарт, бірақ бір немесе екі санның түсу ықтималдығын табу қажет. Бұл жерде біз қарастырамыз. Біз осыған дейін қарастырып келген болатынбыз. Немесе деген бізде қосуды білдіреді, және сөзі бізде көбейтуді білдіреді. Бұл жерде бір немесе екі санның түсу, яғни бір санның түсу ықтималдығы бізде 6-тан 1, ал екі санның түсу ықтималдығы 6-тан 1. Бірақ ортасында немесе деген сөз болғандықтан, оны біз p тең 6-тан 1 қосылған 6-тан 1 деп аламыз. Ол бізде 6-тан 2-ге тең, ол қысқартып жіберсек 3-тен 1-ге тең. Яғни екінші есебінде бір немесе екі санның түсу ықтималдығы бізде 3-тен 1-ге тең екен. Келесі үшінші жағдай, 4 немесе 6 санның түсуі. Яғни жәнегідей 4 немесе 6 санның түсуі бізде 4-тің ықтималдығы 6-тан 1, 6 санның түсуі 6-тан 1-ге тең. Яғни арасында немесе сөзі қолданғаннан кейін біз p тең 6-тан 1 қосылған 6-тан 1 тең 6-тан 2, ол бізде 3-тен 1-ге тең. Сонда бізде 4 немесе 6 санның түсу ықтималдығы 3-тен 1-ге тең екен. Келесі бізде жұп санның түсу ықтималдығын табу қажет екен. Жұп сандар бізде 1-ден 6-ға дейін 2, 4 және 6 сандары. Сонда бізде 3 жұп сан бар екен. Яғни барлық жағдай бізде 6-ға тең, себебі 1-ден 6-ға дейін орналасқан ойын сүйегі. Келесі керек жағдай жәнегі m тең 3, ол бізде 2, 4, 6 сандары жұп сандар болғандықтан. Яғни бұны біз формулаға салатын болсақ, p тең m бөлінген n, сонда бізде 3 бөлінген 6, ол бізде 2-ден 1-ге тең екен. Яғни жұп санның түсу ықтималдығы бізде 2-ден 1-ге тең. Келесі 31-де екінші есеп екен. А жағдайы. Қорапшада 2 ақ және 5 қызыл шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шардың ақ болуын, ең бірінші жағдайы ақ болуын қарастыруымыз керек. Яғни бізде қорапшада 2 ақ және 5 қызыл шар бар. Яғни барлық шар бізде 7. Енді бұл жерде бізде керек жағдайымыз 2 ақ шарды алып шығуымыз керек. Сонда бізде керек жағдай m тең 2-ге тең. Бұны біз формулаға салатын болсақ, яғни ықтималдығын табуымыз керек қой. p тең m бөлінген n болды ғой. Сондықтан біз 7-тен 2 деп жаза аламыз. Сондықтан сонда біздің қорапшадан ақ шар алуымыздың ықтималдығы 7-тен 2-ге тең екен. Келесі тура осы шарттың екінші есебі, яғни қызыл шар түсуі. Яғни және барлық жағдайымыз бізде 7 болды, ал керек жағдайымыз 5 қызыл шар. Себебі бізде 5 қызыл шар бар. Енді біз бұны формулаға салып есептейтін болсақ, яғни m бөлінген n-ге қойсақ, сонда бізде p тең 7-тен 5-ге тең екен. Яғни қорапшадан 5 қызыл шар алудың ықтималдығы бізде 7-тен 5-ге тең екен. Келесі бізде үшінші жағдайы жасыл түсті шар алу. Бұл жерде бізде қорапшада 2 ақпен және қызыл ғана бар деп, 5 қызыл ғана бар деген. Бірақ бізде жасыл түс болмағандықтан біз оның керек жағдайын 0 деп аламыз. Сонда бізде барлық жағдай 0-ден 0 бөлінген 6, ол бізде p тең 0-ге тең. Яғни жасыл шар жоқ болғандықтан бізде ол p тең 0-ге тең болады екен. Бізде 31-де 2-нің ай жағдайы, яғни қорапшада 4 қызыл және 7 көк шар бар дейді. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шардың ықтималдығын табуымыз керек. Яғни бірінші жағдайда бізде қызыл берілген. Қызыл шар бізде 4-теу, ал барлық жағдай бізде 4 қосылған 7, ол 11-ге тең. Яғни сонда бізде керек жағдайымыз 4-теу, ал барлық жағдайымыз 11-ге тең, сонда бізде p тең 11-ден 4 болады. Яғни қызыл шардың алу ықтималдығы бізде 11-ден 4-ге тең екен. Келесі дәл осы шарт екінші есебі ақ емес деген. Ақ емес бізде барлық шарлар ғой. Яғни бізде ақ түсті шар жоқ. Осыған дейін және жасыл деп қарастырған кезде, ол кезде бізде p тең 0 болып кетті. Бірақ бізде ақ емес деген сөз бар. Емес болғандықтан сонда барлық шарда жатады. Сонда 11 бөлінген 11, ол бізде 1-ге тең. Яғни ақ емес шар алу ықтималдығы бізде 1-ге тең. Келесі осы есептің көк болу ықтималдығын табу қажет. Яғни көк шар алу ықтималдығын табуымыз керек. Бізде барлық шар 11, иә? Енді керек шарымыз 7. Сонда p тең 11-ден 7 болады екен. Яғни шардың көк болу ықтималдығы 11-ден 7-ге тең.
келесі 31-де үшінші есеп тәжірибе ойын сүйегі лақтырылды. А, Б және С оқиғаларын қарастырайық. А ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 12-ге бөлінеді. Б ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге тең. С тең ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге бөлінеді. Төмендегі теңдіктердің қайсысы дұрыс? Жауаптарыңды түсіндіріңдер дейді. Бұл жерде біз бірінші жағдайын қарастырайық. А оқиғасы тең 1-ге дейді. Ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 12-ге бөлінеді. Ойын сүйегін білесіңдер сендер, ол бізде 6 санмен шектеледі. Бір саннан басталып 6 санмен шектеледі. Ол сан бізде 12-ге бүтіндей бөлінбейді, яғни. Сонда бізде бұл жауаптың өтірік екенін байқаймыз. Екінші жағдайы ПА тең 0-ге дейді. Ойын сүйегінің жоғары жағындағы сан 12-ге бөлінеді. Бірақ бізде 12-ге бөлінетін сан жоқ, себебі ол ойын сүйегі 1-ден басталып 6-дан шектеледі, иә. 6-дан шектеледі, сонда бізде керек жағдайымыз 0-ге тең. Оны біз қандай да бір санға бөлсек те, 0-ды 6-ға бөлсек, сонда 0. Яғни біздің ықтималдығымыз да 0-ға тең болады. Сонда бізде екінші жағдай дұрыс екенін көреміз. Келесі бізде С жағдайы, яғни ол бізде 0,10-нан 5-ге тең дейді. Ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге бөлінеді дейміз. Яғни бұл жерде бізде жұп сан орналасуы мүмкін. Жұп сандар орналасуы мүмкін, және біз жұп сандардың ықтималдығын тапқан болатынбыз. Ол бізде 2-ден 1-ге тең болды, иә. Сонда бізде 2-ден 1-ден ол бізде 0,10-нан 5-ге тең. Сонда бұл жауап дұрыс екенін көреміз. 4. П Б жағдайына оқиғасына кері жағдай. Яғни П 6-тан 5 кері жағдайы 6-тан 5-ге тең дейді. Ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге тең дейді. Бізде ойын сүйегі 2 сан болуы 6-тан 1-ге тең. 6-тан 1-де, бірақ бізге Б-ға қарама қарсы жағын алу керек. Сонда бізде бір азайтылған 6-тан 1 десек, 6-тан 5, яғни бізге кері жағдайы 6-тан 5-ге тең. Бұл жауап дұрыс екенін көреміз. Келесі, ол бізде 5-ші жағдай Б оқиғасы тең 6-тан 1-ге. Және айтып кеткенде ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан, ол бізге 2-ге теңдігін тапқан болатынбыз. 2 саны түсу ықтималдығы бізде 6-тан 1-ге тең. Себебі жалпы жағдай бізде 6-ға тең, ал керек жағдай бізде 1. Сонда бұл 5-ші жағдайда дұрыс екенін көреміз. Келесі есеп. 31-де 4-ші есеп. Бірінші жағдайы, сыныпта 25 оқушы бар. Олардың ішінде 5 оқушы өте жақсы, 12 оқушы жақсы, 6 оқушы қанағаттанарлық деген бағада оқиды. Ал 2 оқушының үлгерімі төмен. Сыныпта кездейсоқ таңдап алынған оқушылардың үлгерімі өте жақсы және жақсы болуының ықтималдығын табу қажет. Бұл жерде біз және айтып кеткендей, немесе ол бізде қосу, ал және деген көбейту болды. Бірақ бұл жерде бізде өте жақсы немесе жақсы болуының ықтималдығын табуымыз керек. Яғни арасына қосу таңбасын қоюымыз керек. Яғни сонда бізде П бізде 25-тен 5 дегеніміз өте жақсы, яғни сыныпта бізде 25 оқушы болғандықтан барлық жағдайымыз 25-ге тең. Енді керек жағдайымыз өте жақсы болғанда біз 5 оқушы өте жақсы оқиды. Яғни керек жағдайымыз да 5-ге тең. Келесі өте жақсыны жазып алдық қой. Енді арасына қосу қойдық. Яғни немесе деген сөзді білдірдік. Келесі барлық жағдайымыз 25-ге, яғни 25 оқушы бар, ал жақсы оқитын оқушымыз керек жағдайымыз 12-ге тең екен. Сонда бізде 25-тен 12-ге тең екен. Бұл бізде, яғни өте жақсы немесе жақсы болуының ықтималдығын екеуін қосу арқылы анықтаймыз. Сонда бізде 25-тен 17 деген мәнді аламыз. Яғни өте жақсы немесе жақсы болу ықтималдығы 25-тен 17-ге тең екен. Келесі екінші жағдайы, 31-де 4-тің екінші жағдайы. 25 емтихан билетінің ішінде 5 жеңіл билет бар. 2 оқушы кезекпен 1 билет алады. Бірінші оқушының жеңіл билетті алуының ықтималдығын табу қажет. Бізде сонда бұл жерде бірінші оқушының жеңіл билетті алуының ықтималдығын табу қажет. Бізде барлығы 25 емтихан билеті бар. Яғни барлық жағдайымыз бізде 25-ге тең, ал ішінде 5 жеңіл билет бар. Сонда керек жағдайымыз бізде 5. Сонда П тең бізде 25-тен 5 тең, ол 5-тен 1-ге тең екен. Яғни бірінші оқушының жеңіл билетті алуының ықтималдығы бізде 5-тен 1-ге тең. Келесі бізде 31-де 5-ші есеп, ойын сүйегі лақтырылды. Бірінші жағдайында 3 немесе 5 санның түсуі, екінші жағдайында 6 немесе 5 санның түсуі, үшінші жағдай 7 санның түсуінің ықтималдығын табу қажет. Бұл жерде біз 31-де бірінші есепте ойын сүйегінің лақтырылды деген есепті қарастырып кеткен болатынбыз. Яғни дәл сол шарттармен орындайтын боламыз. Яғни бізде 3 санның түсуі ықтималдығы ең бірінші қарастырсақ, ол бізде 3 санның түсуі ықтималдығы бізде 6-тан 1 немесе сөзі бізде қосуды білдіреді. Сондықтан біз
қосу таңбасын қоямыз. 5 санының түсуі бізде 6-тан 1-ге тең. Яғни екеуінің қосындысы бізде 6-тан 2-ге тең, ол тең 3-тен 1-ге. Яғни 3 немесе 5 санының түсуінің ықтималдығы 3-тен 1-ге тең екен. Келесі екінші шартында 6 немесе 5 санының түсуінің ықтималдығын табу қажет. Бұл жерде 3 немесе 5 санның түсуі сияқты болады, себебі 6 санның түсу ықтималдығы 6-тан 1-ге, ал 5 санның түсуі 6-тан 1-ге тең. Ал бізде арасында немесе сөзі қолданған соң біз плюс таңбасын қоямыз. Сонда екінші жауабымызда дәл сол шартпен 3-тен 1-ге тең болады. Яғни 6 немесе 5 санның түсуінің ықтималдығы бізде 3-тен 1-ге тең. Енді келесі 7 санның түсу ықтималдығын табу қажет. Сендер білесіңдер, ойын сүйегі бізде 1-ден 6-ға дейінгі сандарда тұрады. Яғни сонда бізде 7 саны жоқ болғандықтан бізде керек жағдайымыз 0 болып кетеді. Яғни ықтималдығымыз да 0-ға тең болады екен. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды, есептеріміз түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.